Сенатор Нариман Төреғалиев премьер-министрдің атына жолдаған депутаттық сауалында біздің өңірде орналасқан өткізу бекеттерінің мәселесін көтерді. Бүгін өткен брифингте Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысының орынбасары Мержан Нұртазиев өңірдегі электр қуатын өндірудің жай-күйі туралы мәлімдеді. Облыс бойынша жергілікті автомобиль жолдары желісінің ұзындығы 5000 шақырымды құрайтын болса, соның 34% ғана қанағаттанарлық деңгейде. Оралда 55-17 әскери бөлімінің батыс өңірлік қолбасшылығының жеке құрамындағы барлық әскерлер қорытынды тест тапсырды. Сырым ауданы Қособа ауылында қайырымдылық айлығына орай ерекше күтімді қажет ететін жандармен қайырымдылық ізгі ниетпен атты кездесу кеші өтті. Облысы мен аудан ауылдарының соңғы жаңалықтарының толық нұсқасын Жайық пресс сайты мен біздің әлеуметтік желілерден оқи аласыздар.